Ассалаумағалейкум ағайын. Эфирде Атажұрт телеэкспедициясы. Биыл Қазақ хандығының 550 жылдығы. Осыған орай Қазақстан Ақтөбе телеарнасы облысымыздағы 12 ауданды аралап, тарихи өлкелер мен табиғат аясындағы жан-жақты таныстыруды алға алып отыр. Және бүгінгі біздің алғашқы сапарымыз Алға ауданына және де осы Есет Батыр кесенесінен басталады. Ал енді осымен бүгінгі біздің сапарымыз басталды. Облыс орталығының оңтүстік шығысында 35 километр қашықтықта Бестамақ ауылы тұсындағы биік төбенің ұшар басында орналасқан Есет Батыр дамы 1750 жылы салынған. Уақыт өте келе жер болып кеткен. Екінші рет 1979 жылы жергілікті тұрғындар Батырдың аруағын құрметтеп, биіктігі 1,7, ені 3, ұзындығы 5 метр етіп ақ кірпіштен салған. Алайда, сол кездегі кеңестік жүйенің солақай саясаттың салдарынан ескерткіш құлатылады. 1992 жылы Батырдың 325 жылдығын атап өту қарсаңында 3-ші рет үлкен кесене тұрғызылды. Есет Батырдың кесенесі мемлекеттік қорғауындағы ескерткіш болып табылады. 2009 жылы үкіметтің арнайы қаулысымен тәуелсіз Қазақстанның Ақтөбе облысындағы 659 ескерткішінің бірі есебінде мемлекеттік тізімге енгізілген. 92 жылы мына жерінде табиғи амфитеатр болды. Халықтың барлық төбеде қарап отырды. Төменде сол жоңғар мен қазақтың шайқасы көрсетілді. Вертолеттен неден түсірілген фильм болып қалды. Осы маңда болды да оның да? 29% ғана қазақ қалған. Ақтөбе халқының, Ақтөбе қаласының, Ақтөбе облысының бір ұлттық санасын тәуелсіздікке ұмтылысын көрсеткен үлкен бір шара болды деп есептеуге болады. Пірдің соңы Бекет, Батырдың соңы Есет. Міне, біздің Алға аудандағы алғашқы аялдамамыз Бестамақ ауылындағы Батыр, Тархан, Әулие Есет Көкұлының кесенесіне аялдап, арнайы Құран бағыштадық. 2013 жылы мәдени мұра бағдарламасы аясында, сонымен қатар демеушілердің қолдауымен қонақ үй мен асхана орналасқан жаңа ғимарат салынды. Бұл қазақ халқының біртуар ұлы, халық батыры Есет Көкұлының құрметіне арналған бірден-бір көркем ескерткіш. Алға ауданы аумағында тұщы бұлақтар жиі кездеседі. Соның ішіндегі Қатпар бұлағы құрамы жағынан ерекше. Жыл маусымдарының барлық кезеңінде тұрақтаған. Әсіресе Ақтөбе қаласынан ауыз су ретінде тасып ішетіндер көптеп кездеседі. Мына жер Қатпар бұлағы деп аталынады. Ақтөбе қаласының тұрғындары осынау жер астынан шығып атқан таза судан үйлерінде дәмді шай ішіп, өздерінің таза су үшін осы жерден келіп, өздерінің арнайы құтыларымен алып кетіп жатады. Бұл яғни Қатпар бұлағы біздің осы Алға ауданындағы таза құрамы жағынан ерекше бұлақтардың бірі. Жалпы бұл бұлақтың құрамын осы арнайы үлкен тақтайша орнатылған. Бұл тақтайшада нақты қандай бөліктерден тұратын жан-жақты айтып берген. Мысалы айтатын болсақ, бұл көрсеткіш бойынша қаттылығы және кальций, магний, нитраттар, хлорид, сульфат, фторид, фосфат, нефтепродукт дегенде де бар екен, радиоактивность бәрі осы тақтайшада көрсетілген. Және бұл жерде астында арнайы жолдар жазылған екен. 7 қатар жер астын жарып шыққан бұл бұлақ, жер әлемнің барысын бағып шыққан ақ бұлақ, денсаулықты сақтайтын айналайын сәрсен бұлақ деп осындай арнайы өлең жолдары жазылған екен. Техника ғылымдарының докторы, су саласының білгір маманы Арыстан Сәрсеновтің зерттеуінде Қатпар бұлағының минералдарға бай екені дәлелденген.
Біз Батырдың басында болдық, бұлақта болдық. Қазір қай жаққа қарай жүреміз? Енді Алға қаласы арқылы өтіп, Қарағаш ауылына қарай бет алып бара жатырмыз. Қарағаш ауылдық округі Алғадан 12-13 километр жер. Бұл жерде Жоламан Ишанның мешіті деген мешіт бар. 19 ғасырда өмір сүрген. Сол жердегі Табын тайпасының бір үлкен бөлімі осы жерде қоныстанып, қорымы қалыптасқан. Онда олай болса жиналып жүрейік, уақыт ұстамайға. Көріп алдық уақытымызды. 1896 жылы Ақтөбе уезінің Батпақты болысын басқарған Ахметкерей Қосуақов ауыл балаларының сауатын ашу мақсатында мектеп салдырған. Қазақ зиялыларының көсем атанған Ахмет Байтұрсынов болыстың арнайы шақыртуымен 2 ай көлемінде сабақ береді. Сол мекен қазіргі Қарағаш селолық округіне қатысты Санбай ауылы. Шамамен 100 жыл бұрын салынған мектептің орны сақталмаған. Тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы ауылдағы білім ордасына Ахмет Байтұрсыновтың есімі берілген. Ірі тұлға ретінде айта кететініміз, ол заңгер, білікті және білімді кісі болған, бірнеше тілді білген. Ол кісіні мировой судья деп те атаған. Сол патшаның шақыртуында болған Романовтардың 300 жылдық мерейтойында ол кісіні арнайы шақырту алдыртып, күміс медальмен марапаттаған. Ол кісіні айту себебіміз, осы жерде ең алғаш мектеп ашып, соған ең алғаш ұстаз ретінде Ахмет Байтұрсыновты алдыртады. Ислам діні қазақ мәдениеті үшін рухани бастау көздерінің бірі болған. Қазақ мәдениеті мен ислам құндылықтары мыңдаған жылдар бойы бірге жасап, халыққа рухани азық беріп келе жатыр. Соған айқын дәлел 19 ғасырдың соңына дейін облыс аумағында халық көп қоныстанған аймақтарда көптеген мешіттер салынып, имамдар қазақ жастарына арабша әріп үйретіп, хат тануына өз үлестерін қосқан. Сондай тарихи тұлғаның бірі осы өңірде бала оқытып мешіт салдырған Жоламан Ишан мешітінің орнында болып ұрпақтарымен кездестік. Аталарым негізінде молда болған, имам болған, осы мешіттің ішінде балдардың, осы ауылдың балдарының сауатын ашқан, сол кезде хат тануға мұғалімдік қызметте атқарған. Экспедиция барысында ауылдың қайнаған өміріне куә болдық. Соңғы жылдары мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығын дамытуға қолдау көрсетілуде. Соның дәлелі біз соққан Абылай шаруа қожалығы. Олар жол картасы 20-20 мемлекеттік бағдарламасы арқылы үкіметтен несие алып, өз кәсіптерін одан әрі жандандыруда. Ассалаумалейкумдер. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Қош келдіңіздер. Мынау Абылай шаруа қожалығы болады. Өте қуаныштымыз. Біз шаруа қожалығының меңгерушісі Әділет деген азамат, Құсупов Әділет. Біз осы арнайы Атажыр телеэкспедициясымен Алға ауданын аралап келе жатық. Ол жолшыбаймен сіздің ауылдарыңызға жолықтық. Сіздерде негізінен жылқы шаруашылығымен айналысасыздар ғой? Жылқы шаруашылығы, мал шаруашылығы. Егін шаруашылығы бәрін қатар араласып келатқан шаруа қожалығы. Әдет жалпы осында қазір шаруа қожалықта қанша бие сауып отырсыздар? 45 қазіргі таңда 45 бие сауылады. 3 сауыншы, 1 жылқышы осында қазіргі таңда. Дәл қазір міне бұлар сауып жатыр. Жалпы бұл өнімдерді қай жаққа шығарасыздар? Бұл өнімдер Ақтөбе облысында көптеген жерлерге, санаторияларға, супермаркеттерге көп Қазір жерде енді алып заманауи жатыр оларды. бренд деген бар ғой товардың. Қазір қандай автомобиль шығарасыздар бұл өнімдерді? Абылай қымызы өзіміздің. Бұл негізінен сонау ертеден келе жатқан дәстүрлі түрде күптейсіздер, дәстүрлі түрде пісіресіздер. Шынайы, ешқандай қоспасыз, таза табиғи өнім. Әрине оны. Бұл деген осы қазір өз көздерімізбен куә боламыз. Қымызханаға барамыз. Сонда дәл үстінен көресіздер. Балам отымның басы ошағымның қасы мынау ұлталардан істелген
ірімшік Қазақтан ата-бабамыздан келатқан қайнатып жатырмыз, мына қонаққа қоятын кәдірлі тағамның бірі. Толтырып қайнатамыз, мәйек саламыз, 20 минуттың арасында үйт, осылай қылып қайнатамыз. Арнайы қымыз уақытылмен сауылды. Осы қымызды мен жаңа ғана саумалда өзім алып келе жатырмын. Мына қымызхананың ішінде Қамзия апам осы қымызды көптейді, осы жерде дайындайды. Ал мен осы саумалды әкеліп, қазір қымыздың дайындалу процесіне бәріміз куә боламыз. Қамзия апа, қайдасыз? Қамзия апа, қай жақтасыз? Сәлем бір. Мына саумалды беріп жібердік, осы сізге әрі, осында келіп. Қымызды осында дайындап жатыр екенсіздер ғой? Осы саумалына тұндырам, сосын 1 сағаттай тұндырам да, сосын жаңа күбіге құям. Сосын жаңа кәдір деген 40 литрдей алып келеді. Сол саумалды күбіге құям, содан кейін қорада құям. Сосын 1 сағаттай соқтырам. 1 сағаттай соқтырам, 1 сағат, 1 жарты сағаттай демалтырам да, сосын қайда соқтырам. Солай 5-6 рет соқтырам. Сосын жаңа пішкеннен кейін жаңағы дәміне қарай, өте ащы да болмау керек, тұщы да болмау керек. Соны құйып аламын. Жаңа мынау пішкен қымыз. Әбден дайындалып? Иә, мынау дайындалған қымыз. Соны аппаратпен құямын маған. Өте дәмді екен. Бұл негізінен қымыздың бірнеше көптейтін түрі бар ғой. Бұл қалай дайындалған түрі? Ысталған қымыз. Ысталған? Яғни осылай құтыларға құясыз, одан кейін қақпағын жауып, бірден сатылымға жібересіздер ғой. Міне, құрметті көрермендер, бұл өзіміздің отандық өнім және біздің облыста Абылай шаруалық қожалығында дайындалған қымыз. Олай болса, біз сапарымызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен ғасырдың бас кезінде, алға жерінде діни сауатты, білімдар Шәкен Ишан Еділ бойы жобасы бойынша Сартоғай маңындағы Қаратасты өңдетіп, мешіт салдырған. 2009 жылы мешіт ерекше маңызы бар тарихи мұра ретінде мемлекет қорғауына алынды. Өкінішке орай, мешіттің тас қабырғаларын басқа құрылыс мақсатына пайдалануды көздеген кейбір жандар тарихи ескерткіштің бір бөлігін қиратып бүлдірген. Қайта қалпына келтіру жұмыстарына көп қаржы кетпейді деп есептеледі, өйткені бұған қайтадан кірпіш басып, оны цементпенен сылап әуре болмайды. Байырға мынау ненің кірпішті қалайтын ылайдың құрамын анықтаса, сосын өзінің тасын өзіне жаратуға болады. Сондықтан тезірек қайта қалпына келтірсе, бұл тарихи ескерткіш, архитектуралық ескерткіш есебінде, сәулетөнер ескерткіш есебінде әлде талай ұрпақтың кәдесіне жарайды деп айтуға болады. Бұл жаңа ойылдағы Көкжар мешіті, сосын басқа жердегі осы темірдегі бәрі бірдей ғой, көлемі. Барлығының жобасы ұқсас. Негізінен екі жағында алты-алтыдан 12 терезесі болады. Сосын азан шақыратын минареті бірандай әсем өрнектеліп тастан қиылып жасалған, немесе құйылған. Мынаны көріп тұрсыздар, яки сол 19 ғасырдың аяғындағы цементпен құйылған. Тасты қалауда да өте шеберлік бар. Соны жабайы тасты сәл өңдеп қиыластырып қаланған. Осымен онда бүгінгі міне Алға ауданында өзіміздің Атажұрт телеэкспедициямызды осы ескі мешітпен аяқтаймыз. Амандық болса, одан әрі қарай экспедициямыз басқа аудандарға қарай жүре береді.